Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін Redmond RMB M604 мультипекермен танысатын боламыз. Ол міне түрі осындай болып келеді. 40 насадкасы бар. Көптеген тәтті тағамдарды дайындауға болады. Енді бұл неден тұрады? Осындай шнурдан тұрады. Яғни тоқ көзіне қосады, тоқ көзімен жұмыс жасайтын болады. Қосқан кезде осы светтері жанады. Бұл пісіруге дайын кезде жасыл түске енеді. Содан кейін ішіне тамақ салған кезде, яғни қалың үлкендеу тамақ салсаңыз, пісіруге арналған, кішісін салсаңыз, осыны алдында саңлау болады, үлкейтіп кішірейтуге арналған реттеледі. Яғни өте ыңғайлы. Содан осылай ашып жауып көресіз. Ашып өзімен бірге венский вафли пісіруге арналған насадкасы болады. Ішінде ол насадканы қалай ауыстырамыз? Осындай түймесін басып, насадканы аламыз. Келесін пайдаланатынымызды қайтадан сол жерге орнатып, келесін пайдалана беруге болады. Үстіндегісі осы түймені басып, оны да алып, басқа насадканы қойып, пайдалана берсеңіз болады. Яғни әрине барлығы да тоқ көзінен ажыратылып тұрған кезде жасап аласыздар. Содан кейін астында осындай саңлауы бар. Ол не үшін? Майлы тамақтар пісірген кезде астында май ағады. Сол кезде осындай поднос сияқты заты болады. Міне мынадай көрсетілгендей. Соны астына жаңағы саңлауларға қоясыздар. Сосын тағамыңызды әрі қарай әзірлей бересіз. Май осыған ағып, жан-жағын бүлдірмей, өте аккуратно жасауға болады. Содан кейін осындай негізінде өзімен бірге жинағында 3 комплектациясы насадкасы келеді. Венский вафли пісіретін және басқа да вафлилардың түрін пісіруге болады. Содан кейін крендели пісіретін, сосын негізінен стейк пісіруге арналған насадкасы өзімен бірге келеді. Антипригарный, яғни күйіп кетпейді. Және де ішін ашсаңыз, пайдалану нұсқаулығы көрсетілген. Содан кейін осы мультипекерде пісіретін тағамдардың рецепттері бар. 50 рецептісі бар, кітапшасы өзімен бірге келеді. Өте жақсы, әдемі, компактный дейді осындай. Міне осындай Redmond RMB M604 мультипекері.